жастың тұлғасы қандай болу керек деген сұрақ қой. Сондықтан оны ел президенті, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелов айтқан: толық адам, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Яғни қаншалықты жастар білімді болса да, нұрлы ақыл, алған білімін жақсылыққа жұмсау керек. Оның ғылымға ашқан жаңалықтары мына адамгершілікке үндейтін, қоғамға жақсылық келетін істерге жастарды бағыттауымыз керек. Әділетті Қазақстан, адал азамат тұлғасын қалай қалыптастырамыз? Осы сұрақтардың барлығын бүгін барлық университеттен келген проректорлар бірлесе отырып талқылайды. Жұмысымыз студенттермен тығыз байланысты болғандықтан бізге мүмкіндігінше студенттердің өмірін жеңілдету бағыты өте қатты қызықтырады. Студентке мысалы жағдай жасау керек. Ол өзінің уақытын таңнан кешке дейін университет қабырғасы өткізгеннен кейін оған отыратын орын, сабақ оқитын орын, былайша айтқанда тамақ жейтін орын болу керек. My experience here in Kazakhstan has indeed not been short of amazing, because we have very beautiful people, amazing people, kind-hearted, and trust me, it's been the best so far, the best experience so far. Жастарды қалай баулаймыз, қалай білімге, тәрбиеге. Енді біз бәріміз білеміз, тәрбиесіз білімнің бос екендігін. Сондықтан да қазіргі таңда жастарды тұлға ретінде қалыптастыру мақсатына не жасау керек? Қалай көтерсек болады? Қазақстанның қасиетті құндылықтары бар, иә? Сол қасиетті құндылықтарды бағыттаймыз. Бүгінгі іс-шарада әсіресе оларға нені жатқызуға болады? Адалдық, мысалға біліктілік, бәсекелестікке қабілеттілік, одан кейін әрине тәртіп, тәрбие, тәлім, ілім білімді үйрену және де болашаққа деген құштарлық. Біздің негізі өзіміздің жаһандану заманымызда жақсы дамыған мемлекет болуымыз үшін. Я представляю университет прикладных наук Анхальт, Кётен, Германия. Хотим поговорить, продолжить наше активное сотрудничество в сфере немецко-казахских отношений. Мы представляем, мы продвигаем инновационные проекты. Ментальное здоровье очень важно для всех, не только студентов, для всех людей. Поэтому я сегодня буду рассматривать некоторые проблемы, которые встречаются у студентов, которые уезжают за границу.